Мен бармын, мен жасаймын, және бұл менікі. Бұл медитацияны көп жағдайда қолдануға болады. Мысалы, күнделікті жұмысқа барып келген адам шаршаңқы болады. Бар ауыртпашылықты мойнына көтеріп алғандай, немесе иығына біреу мініп алғандай бей-жай сезімде болады. Осы кезде аз ғана уақытты алатын осы медитацияны жасап жіберсе, қолмен сылып алғандай денесі жеңілденеді. Көбінесе ауырғанда қолдануға болады. Кей ауыр ауруларға жазылып кетпесе де, жеңілденуге септігін тигізеді. Медитацияны бастамас бұрын оны қалай жасайтыныңызды түсіндіріп өтейін. Медитацияға дайындық шараларын жасап болғаннан кейін балалық шағымызды еске түсіреміз. 3 жастағы бақытты кезеңдерді еске алыңыз. Сүйікті ойыншығыңызды еске түсіріңіз. Ой санаңыздың қандай болғанын еске алыңыз. Айналадағы заттардың барлығы таныс емес, ересек адамдардың өте үлкен болып көрінетінін және ата-анаңыздың атын білмейтініңіз, көптеген нәрселердің таңсық екенін еске түсіріңіз. Сондай-ақ үнемі өзіңіз ойнайтын жерді еске алыңыз. Мысалы, менің 3 жасымда алма бағында алма ағашының түбінде қолда алма көк шөптің үстінде отырып ойыншықтарыммен ойнайтыным есімде. Сол сияқты сіз де ұнайтын жерді еске түсіріп, ұнайтын ойыншықты қолға алыңыз. Ұл болсаңыз мәшине, қыз болсаңыз қуыршақ болуы мүмкін. Менде үстінде киімі жоқ сәби ойыншық болушы еді. Яғни сіздің балалық шаққа оралуыңыз сіздің бар екеніңізді, осындай кішкентай адамнан үлкен адамға айналғаныңыз сіздің болмысыңызды көрсетеді. Балалық күйде қандай болғаныңызды есте сақтаңыз. Бала кезіңізді ойлап, ойыншықпен ойнап, сол ойыншықтың кір болғанын көрдіңіз. Енді оны тазалау үшін қолыңызға шүберек алып, сүртуге кірістіңіз. Есіңе түсіріңіз, затты тазалау балалық кезде қандай қиын болғанын. Бірақ тазалауға тырысасыз. Әбден тазалап сүртіңіз. Бұл сіздің жасауға деген ұмтылысыңызды білдіреді. Осы балалық күйде біраз болыңыз. Сосын өзіңіздің ересек қалпыңызды елестетіңіз. Кішкентай 3 жастағы сәбидің қолынан шүберекті алып, үстіңізді сүртіңіз. Егер бар ауыртпашылықты сезінген болсаңыз, иықтарыңызды сүртіңіз. Егер денеңізде сүйел бар болса, соны сүртіңіз. Ауруыңыз болса, мысалы асқазан ауруы болса, ішіңізді сүртіңіз. Неден құтылғыңыз келеді, сол жерді сүртіңіз. Әбден тазалап сүртіңіз. Сүйел немесе безеу, тағы басқа жеңіл аурулар кетіп қалады. Қазір бұл медитацияны үнемі басы ауыратын, басының сақинасы бар адамдарға арнаймын. Ал сіз өзіңізге лайықтап осы медитацияны жасаңыз.
Ал бастаймыз. Тік отырыңыз. Көзді жұмыңыз. Терең дем алыңыз. Тағы да терең дем алыңыз. Балалық шағым, жаз айы, 3 жастамын. Алма бағында. Тәтті алманың иісі мүңкіп тұр. Жер көк шөппен көмкерілген. Көк шөптің үстінде отырмын. Қолымда үстінде киімі жоқ сәби ойыншық. Ойыншықпен сөйлесіп отырмын. Оны еркелетіп жатырмын. Қарасам, басы кірлеп қалыпты. Тазалағым келді. Жан жағыма қарасам, жанымда шүберек жатыр екен. Шүберекті қолыма алдым. Солай ойыншықтың басын сүртуге кірістім. Кірді кетіруге тырысып жатырмын. Шамам келгенше сүрттім. Менің қолымнан келеді екен. Қуандым. Ойыншығыма қарай бердім. Ол менің ойыншығым. Ол менікі. Осы балалық күйде бірнеше секунд тұрыңыз. Осы кезде жаныңызға қараңыз. Ересек адам тұрғанын көресіз. Бұл адам сіздің әпкеңіз немесе ағаңыз сияқты. Сізге жақын адам. Сізге туыс сияқты ма? Қолыңыздағы шүберекті сол адамға бересіз. Ол адам сіз. Өзіңізсіз. Шүберекті алып, басыңызды сүртесіз. Жақсылап сүртіңіз. Енді шүберекті жерге тастаңыз. Өзіңізді айнадан көргенде өзіңізге қараңыз. Басыңыздың таза екенін қараңыз. Сіз тазасыз. Кіршіксіз тазасыз. Осы қалыпта біраз тұрыңыз. Бір санын елестетіп, көзіңізді аша беруіңізге болады. Керемет! Арнаға жазылыңыз. Медитация туралы пікір қалдырыңыз. Деніңіз сау, жолыңыз ашық болсын.